Житель қалайсың, че-то мен не айтайын деп едім, айта берсе бағанда бір нәрсе айтам деп отыр едің ғой. Иә, короче, бізде мынандай проблема болып тұр да. Менде қазір үйімді алып кетті, ана үйімді андай көп жинамаған соң сасып жатыр үйім, сосын оны мэр алып кетті өзіне. Енді оны істемен енді. Мэрға айтып барып ұрпсайын ба істемен, бірақ мэр тұрамайсың енді. Құрсын сотта жүрсе батым, не болады сосын мен болып түрмеде шіріп жатам ондай, маған керек емес, дұрыс па? Жоқ, олай емес. Короче, мен саған ақша беремін, сен үй салып берші. Үй салып берші дейсің ба? Үй салып пәтер, нормальная идея. Онда хорошо, жасап берем. Все, давай. Анаяқ жасаймын что, ма? Ал бақсан сәлем біргіміз соқ, және де бұл видеода бүгін сәлем бірге, короче, ана же бағана житель мені үй сатып алды ғой, мен ол үй сатып берсін деп өзбек деп ойлаймын, не деген бір. Я қажын айтам, достар, енді мен нацист емесім, анау. Достар, енді бүгін ол жительға пранк жасайтын боламын, короче, үйді әдемі емес, бір грязьден анауды сапсайым да, жаман қыпшы. Оның реакциясын көретін боламыз, достар. Онда видео басталмастан бұрын давай, достар, каналға тіркеліп, лайк бас, комментарий жазып кетейік. Давай, достар, подписаться қып-қызыл кнопканы серғап тастайық, және де лайк кнопкасын бас сындырып тастайық, достар. Еді болды. Онда, достар, біз мына жақта кішкене очищение жасап қойық, онда жайлап, ойбай, мынау что-то Майнкрафт қатып кетті. Мына жақта очищение жасап қойық, қазір сол жительный үйін мына жақта жасайтын боламыз. Былай сындырып қойық, былай. Достар, айпаш комментарий жазып кетіңіздер, сізде қайғылы адам болса, және де өздеріңізді қанша жаста екендеріңізді. Еще мен, достар, айтайын деген, не үшін мен соңғы кездері көп видео самай кеттім, мынау көпсі видеода 2-3 күн ішінде бір видео өйткені мен уақыт болмай кетеді, кейбір уақыттарда мынау солға уақыт болмай кетеді, сосын уақыт болмаған соң енді уақыт болмаған дегеніңіз мен в основном сол достар мен жүрейм, мынау сол қыдыру, тағы да бір дело, тағы да движняк дегендей, достар. Онда қазір онда мынаны осында бізде территория болатын болады, достар. Әппергелді онда үйді мынадан грязьден жасасақ, бірақ басқаша бір грязь алайыншы, андай кәдімгі жаман көрінеді. Не бар, бәрекелді, мынау нормальный енді, достар, кеттік осылай жасайық, ой, что-то Майнкрафт қатып жатыр ғой, білмеймін не үшін екен. Онда былай бірінші осындай несін жасайық, стенкаларын жасап тастайық. Жасаған кезде обычный квадрат емес, бір әдемілеп тұрып кішкене болсын, былай қосып жасап көрейік, осылайша. Получается, осылай, әппергелді, осындай кішкене әдемілеп қойық, болды. Енді біз мұнайға бұлай етейік. Все етіп болған соң. Что-то Майнкрафт деген неге үшін қатып кеткен білмеймін. Что-то қатып атыр кәдімгі. Вроде как менде комппен бәрі нормально болу керек, бірақ қатып атыр. Анас. Прорисовканы кішкене азайтып қойық онда. Өйткені маған көпте прорисовка пәтер керек емес, достар. Онда міне, осындай бізде формасы болатын болды, достар. Онда мына жаққа қойып тастайық. Типа фундамент сияқты болсын, енді десер қоя берейік. Мынау, достар, айтпақшы комментарийға жазып кетіңіздер, сіздер қандай история из жизни болды, мысалы. Мынау, менде история бірақ көп, бірақ олды басқа видеоларда айтатын болам, кәдімгідей дұрыстап, бәрін сценарийдің бәрін жазып, ата мен қазір бәрін айтып отырсам, кейбір кезде ұмытып қалуым да мүмкін. Вот сол үшін сондай видео түсірсін десеңіздер, мысалы, история жизни, мысалы, мен Бедварс ойнап отырамын. Менде Фьюшка деген ютубер бар болатын, сол да история жизни айтатын, солай түсіріп көрейін ба, достар, сонда комментарий жазып кетіңіздер. Менде пәтер өмірімде көп қызық заттар болған, анау дегендей. Вот енді сол. Онда мынаны жайлап былай қоя берейік, былай әппергелі қойып болдық. Ал енді қойып болған соң, мынау енді бізде фундаменті болады. Арғыр үстіне мынандаймен көтерілетін қылайық. Болды, енді мынандаймен көтерілетін болады адамдар. Жителдер, онда былай бір терезесін кішкен үлкенірек қойып, мынандай кішкен панорамамен, мынау енді және былай кішкен тағы да көтерілік. Ойбай, мынау жаңбыр жауып кетті ғой, қазір көтеріңіздер. Онда біз Витер Клигер деп жазайық, чтобы жаңбырды алып тастау үшін.
ойбай что-то Майнкрафт деген білмеймін не үшін өзінен өзі қатып кететін болыпты менде кәдімгідей ше. Бірақ видео бастаған соң мысалы OBS-ті қосам ғой, сразу видео бастаған соң сразу қатып кете бастайды. Чо, не деген бәле анамны деп жаңа комп алу керек еді деймін да осы ше. Скоро жаңа комп алатын шығармын. Құдай қаласа егер ақша болып жатса нормальный. Вот сол кезде енді комп аламын. Мынаны былай жауып тастайық та. Нақты қалай істесек Blade көрейік. Осыны екі окно болсын. Ал мына жақта тура ана жақ сияқты енді түзулетіп тұрып былай етейік. Берекелді. Қазір мына блок қойыламыз ғой, болды. Онда блок қойдық. Міне мынандай қылып жалғап қойдық. Енді қазір мына екі блок қоятын боламыз да. Еще мынаны осылай жабамыз. Берекелді болды достар. Мынандай бізде бірінші этаждың өзін заты болды. Зат деп қоймыз. Бірінші этаждың біттік. Почти как андай формасын. Қазір енді мынаны тағы да кішкене жауып қойық та. Достар, онда бізде былай болсын. Қазір крыша жасаймыз, крышаның ішіне кладовка жасап тастайық еще. Енді бұл енді үйді достар пранк ретінде жасап отырмын. Ойнау қатып жатыр ғой кәдімгідей достар, не үшін екенін білмеймін. Соны не үшін қатып жатыр, бұл андай қоп қалған ба анамна деген сияқты ғой. Қазір бір нәрсе жасайын достар. Бүйтіп. Ага, все. Білмей үшін қатып отқан что-то. Короче, достар, бүйтетін боламыз. Мына жаққа қазір, может мен шейдер бір біле осып тұрын жоқ. Білмеймін онда. Анимацияны өшіріп көрейік. Мен қараңыздар, қазір бізде осындай болады. Потом оны қазір үстіне тағы да бір кладовка жасайтын боламыз. Крышаны қоямыз да, кладовка жасайтын боламыз достар. Крышаны былай жасай берейік онда. Қалай жасақ болады былай. Міне, 3 блок бірінші осыда қойып алайық. Аха. Мына жақтан былай алып тастақ болады, өйткені крышаны анамның бір заттарына қоямыз ғой. Берекелді осылай қойдық енді достар. Ал енді мына жаққа бүйтіп қою керек бізге. 2 блок болатындай. Берекелді болды. Енді мына жаққа 2 блок тура сондай қылып тастайық та. Былай қойдық. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз достар. Подписаться қып-қызыл кнопканы серғып тастайық достар. Сіздер үшін бір кәкілік, мен үшін жаңа видео түсіруге үлкен мотивация достар. Давайте каналды тез 1000 подписчик жинап тастайық та достар. Активті кәдім көтеріп тастайық өйткені достар. Сіздер үшін оп-оңай болып әйтеуір достарыңызбен видеоны бөлісесіздер. Айтасыз, мына қара сойықты жаңа видео шықты, қарап кетейік, кел бірге анамды дегендей. Вот сол енді осы сіздер үшін оп-оңай, мен үшін өте қатты не болып радость болды достар, бір сөзбен айтқанда. Берекелді, міне осындай бізде бірінші крышаның бірінші сағы шықты оны достар. Қайта мен мына жақта алып тастау керек еді осылайша. Бүйтіп алып тастайық. Мына жақта алып тастаймыз да, жай ғана былай жаба саламыз. Болды. Берекелді. Мына жақта тура сондай қылып алып тастау керек достар, өйткені қазір бізде басқаша крыша болады андай. Қазір көресіздер ғой, енді жасап біткен соң анамнан көретін боласыздар достар. Үшін дым уайымдамаңыздар. Не бүйтіп қойсақшы, қалай көрінеді екен. Қайта жоқ, керек емес. Қалай тұр солайға қойық енді достар. Міне біріншісі бітті, оны енді ары қарай осылай істеп көтеретін боламыз. Қазір мына жақты тура солай қылып көтеріп тастайық енді достар. Тез былай берекелі көтердік. Енді ары қарай да бір былай көтеру керек болады. Все, қазір тез көтерейік та осылай. Все, қазір кішкене ғана қалды. Все, мына крышаны тез істеп тастайық та енді достар. Что-то басқа жаққа ұшып кеттім ғой. Болды, мынаны істеп болдық. Мынаны былай жабасақ болады. Мынаны бәрін жауып тастау керек бізге. Мына бір окно сияқты бірінші жасап тастаймыз сосын. Берекелді, онда ойбай, өзінен өзі шын. Комп деген кәдімгі қатып кетті, білмеймін не үшін, соңғы кезде қатты қататын болды. Сол причинасын табу керек еді, кәдімгі, может, майнер қойып қойған шығар мен компьютеріма, оны кім біледі енді, мен білмеймін өзім лично. Былай міне жауып тастайық. Осылай жаптық. Енді мына блоктар қоятын боламыз. Берекелді.
болды, енді былай қояйық та тез мына жақта да тура солай ана жақтағыдай сияқты жауап сияқты осылай қазір былай бергенде енді жауап тастадық. Енді бүйтіп мына жақта жауаптың күн шығысы кладовкасы деген үлкен болайын деп тұр ғой достар, осындай үйлеріңіз болса не істейтін едіңіздер достар, қуанатын ба едіңіздер, либо сындырып тастап басқасын салатын ба едіңіздер, соны комментарий жазып кетіңіздер обязательно достар, міндетті түрде. Қазір бізде түн басталайын деп отыр, походу қазір сол үшін timeset day деп жазып қойық та, өйткені бізде түн болу керек емес, бізге қараңғы керек емес, бізге күн болғаны керек. Айтпақшы, далада сіздер қандай погода, сондықтан жазып кетсеңіздер комментарияда. Далада мысалы сіздер жаңбыр жауып отыр ма, либо күн шығып тұр ма. Мен өзімде далада қазір күн шығып тұр, әдемі болып тұр кәдімгідей. Онда мына жаққа достар бүйтіп бір окно қоя салу керек еді, онда былайша. Мына жақта былай жаба салайық та, былай жабайық та, бергелді осылай жабамыз да, осылай жауып тасайық та, бергелді енді мынаны жаптық, қазір лестница сала салайық, енді кладовка көтерілетіндей бүйтіп, сосын кішкене бүйтіп, сосын ойбай, что-то басқа жақ қойылып кетті ғой, бүйтіп, потом сосын бүйтіп қойық та, мына жақтан былай алып тастаймыз, бүйтіп бәрекелді. Ойбай, что-то дұрыстап қоймадым. Все, енді бүйтіп қоямыз да. Қазір соңғы блоктар қалды. Бүйтіп қоямыз. Болды енді достар, мына жаққа енді бір стекло қою керек еді. Стеклоны енді, конечно же, бір осындай цвет қойып, коричневый андай земляға өзіне келетіндей анамына қойып тек жан жаққа стеклоларды. Ал достар, енді қазір үйді бітірген соң комментарий жазып кетіңіздер, мен қазір сыртынан көрсететін боламын, үй қалай шыққан. Комментарий жазып кетіңіздер, сіздерге үй ұнады ма? Бұл үйді мен чисто пранк үшін салып отырмын, так нормально үй сап беремін ғой, сосын егер ақшаны шынымен төлеп жатса, анау осылай жаптық. Болды достар, енді есікте қойып қойық бір. Осындай ескі ойбай, рестовны бір бәле алып, ескі қойып қойық. Болды достар, мынаны қараңыздар, чё за красота мынау, достар, қарасаңыздар, чё за красота мынау. Достар, қазір енді бүйтіп тағы да бірнесі қойып кете салайық. Не қойсақ болады. Бүйтіп қойып кетейік. Бүйтіп. Ой, бәрекелді, болды енді достар. Осындай бізде үй шықты, енді қазір осыны жительға көрсетуге барамыз енді достар. Енді қазір жительдің реакциясын көретін боламыз. Ең басы мен ұртсамаса болды. Не істеп саған санамау деймін. Житель наяқта болу керек па теория. Житель, қалайсың, әлі тұр екенсің ғой, житель. Солай келдің ба? Что-то мен сап болдым ба? Теністен Үйін сап болдым, әдемі шықты енді алмазды блоктардан деп айта сай болсын, насымен земля. Жан жаққа қазір мен анаяқта жүр қазір кеттіге. Все, барам. Все, онда артына келесің ғой, достар еді айттық қазір, қазір келетті реакциясын көретін болып санамда достар онда. Жителей кетіпсің ғой уже. Что там, Иғылай? Сойксен, жынысы ма не істеп тұрасың аны? Нормальный сап бершін дедім ғой, нормальный сап берші. Не деген бөледі, земляны сап-сап-сап. Жарайды, пранко, ты чё нам, братишка, қиналмай қой. Нормальный сап берем, қорқпа. Ақшам берсем болды ғой, мазы каспи номерін білесің, Hello, Сойк деп. Сен ағылшынша болып кеткенсің, englishмен болып кеткенсің ба, не чоғдамына. Жарайды, онда ақшаны жібере салсың қазір үйді. Осылай қалдырып қоямын да, бірақ блоктан ауыстырсам ақыма. Все, атақ өзі әдем көрді дегер, форма бойынша болса. Атақ блоктар вообще ұнамады, ауыстырыпса. Все, онда, давай. Есің жауып кетсайық, достар. Ал, осы видеоны қараңыздар, рахмет сіздермен болған мен Сойк, және де, достар, енді бүгін жителіға пранк жасадық, жителіға осылай пранк жасадық, жителі маған нормальный сап беремі деп ойлайды, мен пранкер болған соң, дейлин сияқты пранкер болған соң, енді басқа, ол қалаған емес, басқа бірақ анау нормаль көрінеді па, теорияға блоктан ауыстырып басқасы ғып жасап тастадым мен землядан. Ал достар, онда осы видеоны қарағандарыңыз рахмет. Подписаться қып-қызыл кнопканы серғіп тастайық та, лайк басып анам комментарий жазып кетейік. Давайте достар, онда. Бәу!